Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Егер бижутерия жинағын сатып алсаңыз, бәрін бірдей тағып алу ерсілік пен талғамсыздықтың белгісі сияқты. Сырғаны білезікпен тағыңыз, ал сақинаны алқамен. Ал мойынға арналған әшекей таңдағанда бірінші мойынға назар салған жөн. Егер мойныңыз жіңішке, ұзын болса, домалақ тасы бар қысқалау алқа таңдаңыз. Егер мойныңыз толықтау болса, V бейнелі иірімдері кесектеу алқа таңдаған жөн. Алқа таңдау және оны қолда бар моншақтармен жасап алу әдістерін қазір бізге дизайнер Индира Беркенбай үйретемін деп келіп отыр екен. Индираны шақырайық, келіңіз. Сәлематсыз ба, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Сөйлетсеңіз болады, Индира? Енді қарап отырмын, Индира. Сіз де біздің отандық дизайнеріміз бастап келе жатқан осы істі өзіңіз кішкентай нәрестелі болғаннан кейін үйде құр отырмай, жай отырмай осы істі бастаған болатыныз, солай ғой? Қазір енді шүкір біртіндеп осы табыс көзіне айналып жатыр. Құрметті көрермендер, Индира біздің тұрақты көрерменіміз. Инстаграмға бірге таңдаймызға хабарласып, осы кішкентай нәрестелі болғаннан кейін айтып отырмын ғой, осындай істермен айналысқан болатын. Қазір біртіндеп жұмысы алға ілгерілеп, жақсы жүріп жатыр десек те болады. Ол да бір бізге таңдаймызға келгеннен кейін сізге тіпті тапсырыстар түсе бастады. Ол да бір қуанышты жайт, әрине. Сондықтан қазір Индира ханым бізге осы тастардан, моншақтардан алқаны қалай жасау керек екенін үйрететін болады. Оны сіздер де бос отырмай бізбен бірге үйреніп алсаңыздар болады. Әрине, бүгінгі бағдарламада мен мынандай үлпілдек әшекейін жасауды үйреткім келіп отыр. Негізінен қолда бар бисерлерден әртүрлі нәрселер істеуге болады. Мойынға арналған алқаларды тігіп, фетрге тігіп, немесе оны тоқып, әртүрлі жасап, әртүрлі үлгіде жасауға болады. Соның бірі, бүгінгі бірі осы мынандай түрі. Сізге тағып көрсетейін, қалай көрінетін. Осын қазір жасау барысында көреміз. Міне, бұлайнан қоп тағады екен, құрметті көрермендер. Үлпілдек, яғни бұның өзі үлпілдеп тұрады. Бір нәзіктікті беретін сияқты, я солай емес пе? Құрметті көрермендер, мен айта кеттім деп отыр. Жарнаманың алдында біз бағдарламамыздың басында тәтті десерт, штрудель дайындап жатырмыз деген болатынбыз. Қазір ол тағам дайындалып жатыр. Бізге көмекке келген Дария ханым болатын. Жағдай қалай, жақсы дайындалып жатыр ма? Иә, дайындықта штрудель қазір шығарып. Тамаша. Оған да сізге қазір оралатын боламыз. Алдымен біз мойынға тағатын алқаны жасап алайық. Біздің отандық дизайнеріміз Индира көрсететін болады, иә? Әрине, бұндай алқаны жасау үшін бізге ең алдымен ілмек керек. Яғни ілмекті ең үлкенірек өлшемді ілмек аламыз. Тамаша, бұл. Яғни мына бисер немесе әртүрлі тастарды мынандай қылып бірінші тізіп аламыз. Яғни мына жерде мен екі түрлі қылып тізіп алып келдім. Яғни үлкен, кіші, әртүрлі түрдегі тастарды, табиғи тастарды қолданып, тізіп бірінші алу керек. Яғни көрінбейтін леска деп аталады. Осы лескаға іліп алу керек. Бір қатар қылып тізіп аласыз, е? Бір қатар қылып. Құрметті көрермендер, егер қарап отырсаңыз, қазір бағасын сұрап көрейік. Сіздер де өздеріңіз, көздеріңіз жететін болады. Айтайын дегенім, осындай алқалар дүкенде, Инстаграмда, барша әлеуметтік желілерде бір 15 мың, 20 мыңнан кем түспейді, солай емес пе? Бағалары. Тіпті шашқа тағатын, кеудешеге тағатын, жақсы сырға сақиналар, ол барлығы біріккен болатын болса, одан да қымбат тұрады. Ал қазір айтқайын деп отырғаным, мына моншақтардың барлығы 15-20 мың теңге тұрмайды. Әрі кетсе бір 1000-2000 мың теңге тұрады, солай емес пе? Мына моншақтардың тізбегі қанша тұрады мысалы? Мысалға, мына жерде әртүрлі тізбектер, мына тізбек 500 теңгенікі, мына тізбек 1000 теңгенікі, әр түрінен алып, яғни бисерлер 600 теңгеден басталады. Солардың бәрін тізіп аламыз да лескаға. Содан осындай үлпілдеп шығу үшін оны бірінші тоқимыз ілмекпен. Мен сізге бастап бердім. Тоқу жолын көрсетіңізші. Тоқу жолын. Міне, құрметті көрермендер, қазір тоқу жолын да бізбен бірге таңдаймыз да үйреніп алсаңыздар болады. Тіпті біздің бірге таңдаймыз бағдарламасын көріп отырған қыз-келіншектер, жеңгелер, аналар, әпкелер, жас қыздар бағдарламаны көргеннен кейін тіпті мен сізге айтайын, қазіргі кезде, қазіргі таңда
5-6 қыз келіншек өзінің ісімен, өзінің бір табыс көзіне айналдырған, өзінің тұрақты ісімен бастаған екен, айналса бастаған екен. Ол бір жақсы хабарлама емес пе? Ол жақсы жетістік емес пе? Солай емес пе? Қазір Индира сізге қарап отырып, біздің қыз келіншектер де көріп үйреніп алады. Мынау білінбейтін леска көрініп тұр ма сіздерге? Міне ең алдымен бірінші бір бекітіп аламыз. Бекітіп алған соң мына бір бисерді аламыз, бір моншақты, екінші келесі моншақты. Бейт көрсетіңізші, сонда қалай сіз орап аласыз? Яғни міне біреуін алдық. Ілмекке қарай итереміз. Ілмекті итереміз, ортасына қалдырамыз да? Мынаны алдыңыз, тарттыңыз. Яғни мынау сонда үлпілдеп тоқылып жатыр. Міне, бір моншақты мен жасап көрейінші. Бір моншақты алдым. Және тарттыңыз. Тартам, мұнаның ортасынан кіргізесіз. Міне, құрмет көрмен, міне бір қалды ғой, ортасы ашық тұр ғой. Енді мына бір кішкентай екеуін алсақ болатын шығар. Екеуін алсақ та болады. Алып, сөйтеміз да міне. Алып, оны енді міндетті түрде, міне, оп-оңай екен. Мына жақтан шығарамыз. Осылайша тізіп, көп неше түрлі осылай 12 метр, 8 метр әртүрлі. Сіздің егер көлемді қажет етсеңіз, онда көбірек метр тізесіз, осылай тоқисыз. Егер жұқарақ болсын, неғұрлым жіңішке болсын десеңіз, азырақ тоқисыз. Хабарласа көрмеңіз бар екен, Индира, тыңдап көрейік. Алло, сәлематсыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Я? Жасай беріңіз. Мен сұрақ қояйын деп едім, Қарағанды қаласына хабарласып тұрмын. Тыңдап тұрмыз сізді? Мен толық адамдарға және арық адамдарға қандай алқа таққан жөн? Толықтау келген және арық. Негізінен толық арықтан бұрын мойынның өлшемі көп мән беріледі, мойынның өлшеміне. Себебі кейбір әйелдердің мойыны орташа мойынды болады, ұзын аққу мойынды қыз келіншектер болады. Соған байланысты таңдалады. Негізінен толық адамдарға мен өте үлкен, көлемді болған дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі өзі кісі толық болады да, оған анау жаңағы мынандайды тақса мысалға, өте үлкен болып. Барлық назары сол жаққа түседі дейсіз ғой? Барлық назар мұнда түсіп кетуі мүмкін. Неғұрлым жіңішкелеу, нәзіктеу сондай таңдаған дұрыс. Ал арық адамдарға кез келген жараса береді, киімнің талғамына, несіне байланысты. Өте үлкендер тоже жараспайды. Сол сияқты. Және де жаңа мынадай әдіспен, осылай әдіспен ұзақ тоқылатын болғандықтан мен дайындап тоқып алып келдім. Міне осындай әдіспен. Мына жерде мен 12 метр тоқып алып келдім. Және де енді келесі кезеңін түсіндіргім келеді. Осылай тоқып болғаннан кейін. Кішкентай жіңішке осылай қылып, анау леска деген жіптеп тұрсы ғой, сол білінбейді екен. Леска білінбейді, әуеде тұрған сияқты. Әуеде тұрған сияқты, құр өзі жабысып тұрған сияқты екен. Қазір оны алып көрейік, құрмет көрмен. Міне, мен мына жерде тізіп дайындап қойдым. Яғни, сіз тоқып болдыңыз мысалға. Тоқып болған соң, оны осындай планшет деп атаймыз мынаны. Осындай, немесе картонға ілуге болады. Мынау деген. Мынау губка бізде жұмсақ. Ең бастысы мына ине өтетіндей болу керек. Бізге мынаны қыстыру үшін. Сонымен мен бұлай бұларды қыстырам. Мына жерде жаңа біздің іздеріміз бар. Таңғаларлықтай алқа, құрмет көрермендер көріп отырғандай, ол ерекше. Мынандай алқа ол мүлден бөлек, моншақтардан жасалған, ортасында тастар, көздері бар. Мына алқамыз оғысыған ұқсас, бірақ көздері жаңағыдай изумруд деп айтып жатады, жасыл, көкшілдеу келген көздері бар. Мынанда сіз өз қолыңызбен жасағансыз. Енді сұранысқа қанша ие бұл алқалар? Қазіргі заманда көбінесе алтын, күмістен гөрі осындай қолдан жасалған бұйымдар тез өтіп жатады. Яғни көбінесе қолдан жасалған бұйымдарды таққысы келеді. Қазір қыз келіншектер ол өте әдемі көрінеді. Әртүрлі киіммен әртүрлісін таққысы келеді. Және киімнің талғамына қарай, стиліне дейміз, түріне қарай, түсіне қарай киімді ашып тұрады. Дұрыс айтасыз. Индира, сіз жасай беріңіз, мынаны қазір ала беріңіз. Келесі этабын түсіндіріп өтейін. Мынаны істеп болған соң, мына жерде арнайы фурнитура магазиндерінде сатылады. Мынандай пины деп аталады, шеге. Шегелер. Шегелер. Ине сияқты екен. Осы шегелерден жаңағына түйреген жерімізден бір-бірлеп бейтіп
алып Мына отырамыз. алып отырамыз міне. Мына жаңағы Жаңағы тіккеніміз бар тіккен ғой. жерімізді. Мен қазір көрсетейін көрермендер, міне қарап отырсаңыздар, міне оны Индира өзі тіккен болатын. Сол тіккенді қазір мына инемізге бүйтіп алып қыстырып отырамыз, іліп отырамыз. Мынаны алыңыз. Сөйтіп біз бірге оны жинақтайды екенбіз. Қараңыздар, жинақтап шығамыз. 2000-3000 теңгеден құрайтын осы моншақтарды енді өзінің жұмысы бар. Әрине оны біраз уақытты алады, көріп отырғандай, ол жаңадай жасағаннан кейін, ол уақытты алғаннан кейін сіз оны жинайсыз, жақсылап тұрып, махаббатыңызбен тігесіз, жасайсыз. Ол міндетті түрде бір сол 10-15 мың, 20 мыңның көлемінде тұрады. Ал егер өзіңіз жасап алсаңыз, ерінбей 1-2 сағаттық уақытыңызды жаратсаңыз, осындай тамаша қолдан өзіңіз де алқа жасап алуларыңызға болады, құрметті көрермендер. Міне келесі кезеңінде осыны жинап алдық. Бұны сосын қысқыштың көмегімен осылай айналдырамыз. Және де колпачокты ала беріңіз. Осылай қысып, екінші жағында осылай қысып дайындаймыз. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай дайын алқада мынандай Бұны аты қалай деп аталады? Колпачок деп атайды. Орысша бас киім дейміз, қақпақ дейік. Қақпағымен осылай тағамыз қазір. Бізде тігіс көрінбейді. Кезінде аналарымыз осындай тағып жүретін. Осындай бір моншақ алқалар, үлбіреген, осындай бір тойларға барған кезде, осындайдан сырға да жасап алатын мен есімде. Ал енді қарасаңыз, кішкентай бір нәзіктікті беретін сияқты, бір сұлулықты беретін сияқты, әртүрлі қызыл тастардан жасап алсақ болады. Өте бағалы қолдан жасалған сыйлық деп айтуға болады. Сыйлық ретінде де өзіңіз де жасап алыңыздар. Осы ретте мен ақпарат айтқым келіп отыр, Индира. Алқаның жергілікті тілде әйкел, көкірекше, қаза, омырауша, өңір жиек деген атаулары кездеседі. Мұндағы атаулар алқаның көлемі мен, мына жерде моншақ бар, көлемі мен киімнің қай бөлігіне тағылатындығына қарай аталған. Мәселен, көкірекше, омырауша, өң жорға алтын мен күмістен жасалған алқаның ертеректегі көне атауы. Бұрын алқаға қоса шолпыны да өң жорға деп атаған. Ал Қарақалпақстан қазақтары мойын алқаны көйлек құлыбы деп атайған екен. Ал Монғолияда сылдырмақ деп атап жүр. Бізде енді алқа деп атайды, тамаша аттары көп, әшекей дейді, дұрыс айтасыз. Енді қарап отырсаңыз, құрметті көрермендер, осылайша жинап алдық. Аз уақыттың ішінде міне өздеріңіз куә болып отырсыздар, біз тікелей эфирде. Бізге Индира ханымның көмегімен, бар білгенімен, өзінің жұмысымен бөлісіп жатқан жайы бар. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді, құрметті көрермендер. Егер толық нұсқасын көре алмай қалсаңыздар, www.kasterka.kz сайтынан басынан аяғына дейін біздің бағдарламаны тамашалауға мүмкіндіктеріңіз бар. Индира? Міне қақпақты кіргізгеннен соң, бұны былай майыстырып, оны қысқыштың көмегімен дөңгелек жасаймыз. Тамаша. Яғни ары қарайғы бұны дамыту үшін. Осылай жасап болдық. Алқамыз дайын? Алқамыз дайын болып қалды. Оған және де мен тағы да тастар қосқым келіп отыр. Әдемілік сыйлау үшін. Оны да осылай әдемілеп аламыз. Мынаған өткіземіз. Оп-оңай, арнайы құрал, ол міндетті түрде болу керек. Олсыз жасауда мүмкін емес сияқты. Тағы да мына жағынан тас. Индира, кішкентай баламен осының барлығына қалай үлгересіз? Балалар кедергі ұйықтап қалған кезде жасайсыз ба? Жоқ, балам балабақшаға барады. Балабақшаның кезінде? Балабақша кезінде жасаймын, және де бұлайда өзі маған кедергі көрсетпейді. Үйреніп, көмектеседі қайда сізге көмектесіп. Қайта мамамдікі тиіспеңдер. Ана жерде тәтті тағам дайындалып жатыр, мен де сізге куә болсын дегенім ғой. Біз бағдарламамызды, құрметті көрермендер, міне жарнамаға дейін осындай тамаша алқаны дайындап болған болатынбыз. Оған бізге көмектескен Индира ханым, қолыңыз дерт көрмесін, Индира. Алғысымыз шексіз дегім келеді. Бізбен бірге жүріп, қазір штөрделдің қалай болып шыққанын сізде көріңіз, тамашалаңыз. Міне құрметті көрермендер, сіздер де жасап үйреніп алыңыздар.